bizlerden millisifat derecesinde 3. etaptın çağrılımı konuşamız. Massası 18 kg bolgan dene V'nın tığa байланыс grafikinde hareket grafiği verilген. Demek bu жерде lift derecesinde yukarıga көтеріліп жатыр деген. A derecesinde көтеріліп жатқан болса, сыздар төмен түсіп жатқан белгіленген. Bizler işlemimizden alıp birinci bu жерде A'larını topalım керек, tezlemelerini topalım керек. Demek кішкентай A'nın kattan yukarı көтерілген үшін басылангыч тезлик 0-ге тең, акыркысы 5-ке тең. Сонда бұл жерде уақыт неше секунд кеткен? 3 секунд. Демек 3-ке бөлінген. Демек 5 бөлінген 3. A'сы да басылангыч тезлик 5-ке тең, акыркысы 0-ге тең. Демек бұл жерде 0 минус 5 бөлінген неше секунд? 2. Демек минус 5 бөлінген 2 деген келіп шығады. Сонда A'ны табатын болсам M G минус A болады. Біріншісінде жоғарыға көтерілген үшін A G минус A емес G плюс A болады. P-сын табатын болсам M G минус A болады. Демек осы жерден біріншіден тауып кетеміз. M-нің орнына 18, G деген 10 деп алсам, плюс 5 бөлінген 3. Осы жерде 10-ға бөлім 13-тен берсем, сонда 35 бөлінген 3 көбейтілген 18. Демек осы жерден 6, мынау 210 шығады. Демек екіншісі 18, 10 минус 5 бөлінген 2. Демек осы жерден 10-ға бөлім берсек, 20-дан 5 алсам, 15 бөлінген 2 көбейтілген 18. Мына 2-ның көбеймесі 9, демек 135 шығады. Демек PA минус P сын, сонда 210-нан аламан 135-ті тең 75 деген шығады ньютон. Демек бізге жауап шықты 70 ньютон. Біздерден сақласқан миллисертификат дәрежесіндегі бұларды көруімізді давам еттіреміз.